Ремесло – это наш культурный код, наш национальный код, который несет в себе информацию о обычаях, традициях, о наших достижениях и в то же время о нашей духовной жизни. Ремесла нужны человеку, поскольку они несут не только прагматический оттенок, они несут большую духовную составляющую. Ремесленник не несет в себе уничижительного оттенка. Ремесленник – это человек, который своим ремеслом помогает нам открывать мир. Я всегда стараюсь познакомиться с мастером, который сделал ту или иную вещь, потому что мне очень важно, какая энергетика, какой сам человек этот. Потому что энергетика так или иначе передается на его изделие. И иногда ты привязываешься к какой-то вещи, которая уже достаточно, как сказать, долгое время послужила тебе, но ты никак не можешь понять, почему она тебе так дорога сердцем. Потому что была изначально заложена позитивная энергия этого мастера. И с этими вещами крайне сложно расстаться. Қазір көп айтыла бермейді, бірақ ертеректе ол кісіге бір жамандық тілейтін біреу болса, осындай ұсталарға келіп, маған сондай бір бірдеме жасап бер дейді. Сол ой өрнекті салған кезде, сол таққан кісі ол енді кері әсер болады енді элементтерден. Ал бақытты болсын, өмір жасың ұзақ болсын деген элементтерді қойған кезде, ол шын мәнінде адамға тілеп атады да, сол негізі мынау басқаша келгенде енді қазіргі тілмен айтқанда магиялық нелер өте көп. Енді ұстаға да байланысты. Ұста қандай ниетпен істесе, қандай бір жақсы бір немен жасаса, ол жақсы болады. Кері бір энергетикамен бір немен жасайтын болса, енді өгеді енді ол жақсы болады деп ойламаймын. Өйткені бұл металл өте бәрін қабылдағыш, адам энергетикасын бәрін қабылдап, сол таққан адамға да беріледі. Мың жерден оны шу, тазалап, ол бәрі кетпейді. Тері дайын болғаннан кейін, енді біз бұл теріні жұмсартамыз. Жұмсарту үшін талқыға саламыз. Кәне балалар алып жүріңдер, талқыға салып теріні жұмсартайық. Бұдан адам бір жақсы рухани ләззат аласын. Рухани дүниең байып, көңілің көтеріңкі болып. Мына қолөнер сенің мына басыңдағы қоғамда көп деген мәселелерді алып тастайды. Басқа әлемде жүресің сен, өнеріңмен бірге. Бүкіл сенің мына энергияң, күш қуатың, ақыл ойың барлық осы өнерге бағытталады да, осы өнердің жаңағы туындылары өнерді аяқтаған уақытта өте жақсы сезімде боласың. Бұл адамға жақсы көңіл күй сыйлайды деп мен айта аламын, өнер. Осыны оны шәкірттерім үйреткен уақытта, шәкірттерім осыны жасап шығарған уақытта, одан сайын керемет күйде боласың. Ата дәстүрдің жалғастырушысы ғой жастар. Өмір еркін бойламаған күн ертең, не боларын ойламаған жарықтап кетсем де алыс қанат қағып. Менің бұл өнер маған анам жағынан келген, анамның мамасы 96 жасына келгенше осындай түкті кілемдер тоққан. 96 жасқа келгенше осындай кілемдер тоқып өтті. Мысалы, мүмкін сол кісінен де келген шығар маған. Өйткені мен осы кілем ұстағанда, жүн ұстағанда, кәдімгі жан рахаттан қатты шаршағанда, осы жүн ұстасам кәдімгі демалып жақсы болып қалам мен. Көңілденем, шаршағаным басылады кәдімгі.
Мен өзім жас күнімнен, жастайымнан, өзімнің анамнан үйренген қол өнерім. Мынау қазақ, көшпенді қазақ, мал шаруашылығымен айналысқан қазақпыз. Сондықтан негізгі баспанасы қазақтың киіз үй болған. Сол киіз үйде мен жастайымнан сол киіз үйде өсіп өнген адаммын. Мен анама сол киіз үйдің жабдықтарын істеуге көмектесіп, содан үйреніп, бертін келе әрине кішкене ұмытылып қалды. Оның бер жағында кішкене осыны дамытайық деп атсалысып жүрміз. Ремесленник, как правило, человек, который сочетает в себе все вместе. Это и дизайнер, это и производитель, это и продюсер, это и менеджер. То есть он изначально человек во всех лицах. Қол өнерді ұмытпауымыз ол өзіміздің жаңағы шежіреміз сияқты ғой. Сондықтан қандай дамыған елдер болсын, жаңағы Жапон, Швейцария болсын, өздерінің қол өнерін ұмытпаған. Қол өнері дамып, ары қарай жүріп келе жатыр. Қол өнер дамып, ол деген бір экономиканың бір көмегі сияқты деп ойлаймын. Қол өнер дамыған сайын, мен ойлаймын, біздің халқымыздың да жаңағы рухани байлығы дами беретін сияқты. Сол келешекте қол өнерсіз жаңағы халқымыздың тілімізді жоғалтқан сияқты ғой. Сондықтан қол өнер өз халықпен бірге жүріп отырады. Келешегі бар деп ойлаймын біздің Қазақстанда. Жеріміз байтақ, жаңағы көп адамдар қызығып, туристер келгісі келеді, келген адамдарға сол ең бірінші біздің жаңағы мәдениетіміз, қол өнеріміз, жаңағы фольклор, ән дейміз, соларды қызығады келген халық. ЮНЕСКО всегда придавала очень большое значение сохранению этих предметов. Самое главное, где-то с конца 80-х годов ЮНЕСКО стало осознавать, что важно сохранять не только объекты, важно сохранять людей, которые владеют знаниями о том, как создаются эти объекты, как они поддерживаются. То, что мы называем сегодня мастерами, ремесленниками, творцами, художниками, вот эти люди требуют поддержки. Қазақтың қол өнері құлаудың аз-ақ алдында тұр. Өйткені мысалы үшін дәл осындай киіз басуды қолмен және мынандай килемдер тоқып ол иіріп қалай екенін білетін адамдар қолмен санаулы ғана. Негізінен мына түкті кілемді жасайтын біздің Қызылорда облысында ғана жақсы сақталған. Қазір бізде бұрынғы көзінен қалған ана Айдарлан Әлбатырова Роза деген апамыз ғана бар. Өмірім, барлық өмірім осы Айдарлы ауылында өтті. Осында оқыдым. Енді менің барлық саналы өмірімнің бәрі осы кілеммен байланысты деймін. Мен кілемді біздің осы Айдарлы ауыл түгел әйел баласы, қызы, келіншегі, кемпірі бәрі осындай кілем тоқитын шеберлер болған. Осы Айдарлы ауылы. Кейіннен ол ешкімге керексіз болып қалды. Сонымен тек осы кілемді ұмыттырмайым деген қазір енді мен ғана жүрім. Болсаң жібектен бау тағар едім, күміспен тұғырыңды жабар едім. Мойныңа сар алтыннан алқа тағып, айтпайсың ба еркем, достарыңмен келіп, өздеріңдай көріп. Менің шеберлерім бар, 7 шеберім бар. Одан басқа ауылдың мектебінен, басқа қаланың мектебінен де келіп, маған кілем үйренетін қыздар көп. Атайдым ақұсым, атайдым ақұсым. Барлық қазақтың ескі кілемдерінің ою көрнектері менің басымда жаттаулы. Соны балдарға қағазға сызып берем, сөйтіп үйретем оқушыларға.
қырмызы. Сұлу қызым, мынаны ана жаққа апара ғой. Негізі 6 жастан бастап үйретем. Қыздар әсіресе 5-6 жасында өте үйренгісі келіп, сондай талпынып тұрады, бәрін білгісі келіп тұрады. Сол кезден бастап үйретем. Сол 5-6 классқа шейін үйретем. Ал одан кейін болса да олардың үйірмелері де көбейеді, жұмыстары да көбейеді, одан кейін қолдары тимейді. Мынау болса да балтабас өзің білетін. Тоқи бер, я. Жақсы. Әже, мұнаны қалай жасайым? Осыны. Осыдан нараға шейін қызыл тоқи бересін. Одан мынау 3, мынау 4 ма? 5, я. Бәрін осы дұрыс жасай бер. Нормально. Мен мысалы үшін, мен онсыз білем. Мына кілемді мен мысалы 8 жаста оққанда, жаңа қасымда Қалдаш деген шебер апа бар, сол екеуміз тоққанбыз, мысалы, білеміз. Қазір оны енді жасамаған соң бізде ұмытып баратын. Біз кеткен соң бұл кілемнің бәрі де қалады, мысалы үшін. Бірақ бұл деген өте бағалы біздің байлығымыз. Осы менің жанымның ашитыны, жанымның бір қиналатыны, осы біз кетсек бұл өнердің бәрі өледі. Осыған енді мен осы киіз басы осындай әсіресе мына кілемдерді, түкті кілемді сақтап қалу үшін мемлекет бізге жедел түрде нақты көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Мына ой өрнектерде, со қазақтың ежелгі ой өрнектері, мынаны жұлдыз дейді, бізде 8 жапырақ деп атаймыз. Мынау болса да балтабас дейміз, мынаны құманбау дейміз. Әртүрлі әр ой өрнектің мынаның да аты бар, пышақ ұшы дейді. Сол өрнектердің бәрін оқушыларға үйретем. Бізге негізі үкіметтен ешқандай жәрдем жоқ. Өзімізбен өзіміз дамып жатырмыз. Срочная охрана требует ковроткачества. Ковроткачество исчезает, потому что это очень трудоемкий процесс. И когда им занимались раньше села и семьи, это было нормально. Вот я был в Кызылординской области, я был в Туркменистане, и я слышал и там правильный ответ. Если вы хотите сделать хороший ковер 3×4, 3-4 мастерицы из семьи должны над ним работать полгода. А эти полгода кто будет обеспечивать их семьи? Енді біз бұны 90 жылдарынан бастап кезден айырылып қалдық. Неге? Синтетикаға кеттік. Кездер ой шаң жинайды, шаң болады деп сөйдесек, біз қателескен екенбіз. Кездердің асты шаң болады, бірақ шаң болғанда неге шаң ол? Ауаны тазарта деген кез. Ауаны тазартып, шаңның бәрін астына тығып, ауаны тазарта деген оны біз білмедік. Енді қазір ғылымида дәлелденіп жатыр, осы кезді жалаң аяқ басатын болсаң, денеңдегі бір шаршағаның, әртүрлі жаңағы денеңдегі жаман негативті энергияның бәрі осы кез алып қалып, денең кәдімгідей тазарып қалады. Денеңді тазартады деген мағынада бұл. Кездің емдік қасиеті өте жоғары. Атам заманнан жаңа қазақи дәстүрлі қолөнер, ол күнделікті тыныс тіршілікте пайдаланған дүние болған. Мысалы, өзінің қоршаған ортасын өңдеген, әшекейлеген, әсемдеген, өңгелеткен, өзіне қоршаған ортасын әсемдей білген. Өнген табиғаттың жаңағы қиын қыстау табиғат өте қиын болған ғой, ауыр болған, жаңа далада болған, мал баққан. Сонда өздері қорғай алған осы қолөнермен. Ол қолөнер деген ол не? Ол жаңағы киіз басу сияқты, шиді қорғаған, тұрмыста барлық саласында пайдаланған. Қазіргі біраз кішкене көп нәрсені біз жоғалтып алдық әрине кезінде.
қазір қайтадан бәрі дамып келе жатыр. Табыс көзі бола ала ма десе, болады табыс көз. Ақырын халық үйреніп келе жатыр. Ол өте қажетті нәрсе, таза нәрсе, табиғи нәрсе болғаннан кейін адамның да халықтың да ақырын қызығушылығы болып келе жатыр. Войлок, который сейчас крайне востребован во всем мире, и в Казахстане тоже большое количество мастеров, которые делают войлок, современный войлок. Но практически мало людей, кто занимается традиционным войлоком. И не так много мастеров осталось, и не так много мастеров, кто способен свалять настоящий юртовый войлок. Это на самом деле техника, которая стоит на грани исчезновения. Не надо спасать. Аккумыс Коспай из Мангистау, которую можно отнести к категории живые легенды. И, к сожалению, у этой мастерицы нету последователей, нету учеников, нету школы. Хотя я считаю, что как раз тут вот государство должно подключиться и должно не просто разово приглашать ее на мастер-классы, что она делает с удовольствием, а необходимо создание целой школы. Бұл енді жаңа сөзімнің алдында айтып кеттім, қазақтың дәстүрлі қол өнерін жоғалтпауымыз керек. Бұны жастар үйрену керек. Біздің өзіміздің бұл өнер, домбыра, ән, күйіміз сияқты өзіміздің қол өнеріміз біздің қазақ екенімізді білдіреді. Қазақтың қандай, мысалы шетелден саяхатшылар келетін болса, олар қазақтың бұрын салт дәстүрі қандай болған, қазіргі салт дәстүрі қазіргі қандай болған, шындығында да бұрынғы салт дәстүрі оларды жаңағы қызықтырады. Мінекей осы сондықтан да біз өзіміздің қазақ екенімізді білдіру үшін өзіміздің қол өнерімізді жоймауымыз керек, дәстүрімізді жоймауымыз керек, бәрін сақтап қалуымыз керек. Мы можем гордиться нашими ювелирами. И я считаю, что это на самом деле наша гордость. Қазіргі уақытта енді уақыт өткен сайын мына өзіміздің ұлттық нақыштағы ою-өрнекке, оның ішінде зергерлік бұйымның өзіміздің қазақи дәстүрлі өнеріміздің дамып келатқаны белгілі, білінеді де, себебі сұраныстар көп, сұраушылар. Мысалға, дүкеннің я болмаса бір жерден басқа мемлекеттен сырттан алып келген бұйымнан гөрі одан да өзіміздің немізді ұлттық бұйымдарымыз тағамыз соған қызығушылық деп жаңағы өздері іздеп келіп жаңағыдай тапсырыс беріп жататын болады. Наши ювелиры, мало того, что они владеют как традиционными техниками, так и инновационными. Көшіріп, енді 90-шы жылдары жаңағы біз шетелге ашылып, батыстың жаңа ағымдары келе бастады, жаңа авангард дейміз. Сонда зергерлік өнерде, жалпы қол өнерде бір жаңадан бетбұрыс болған сияқты. Сол кезде мен өзім ақырындап жаңағы ағым өзі стилімді өзгерте бастадым. Оны Құрман Мұратаев деген өнертанушы этно-авангард деп айтты. Сол дәл айтқан сияқты. Енді сонымен қоса сол студент кезімнен мына қазақтың этнография заттарына қызығып, соларды жинап, соларды зерттеп бастадым. Бүкіл Қазақстанның әр өңірінде болдым.
әр облыстық музейлерін көріп шықтым. Басында жаңағы зергерлік өнер, одан кейін тоқыма өнері, киіз үйдің ішіндегі жабдықтарын, солардың бәрін қызығып, содан көп нәр алған сияқтымын. Өйткені жаңағы тоқыма бұйым, сырмақ, текеметтің өрнектері мен жаңағы кебеже сандық зергерліктің өрнектері бір-бірімен үйлесіп, бірін жаңағы толықтырып отырады. Вот мы, казахстанские ювелиры, как ни работали бы, как бы мы ни делали современные вещи, все равно в них чувствуются вот эти корни наши. Какие бы мы вещи ни делали, чувствуется наш почерк, наши корни. И вот это передать просто через гладкий металл, не подписывая, что это Казахстан, передать вот наши корни, вот это вырабатывается с детства. Соның ішінде жаңағы зергерлік өнері, өзіме мысалы атадан балаға, баладан немереге дегендей жаңағындай мирас болып келе жатқан өнер түрі. Менің әкем осы қолөнермен айналысқан адам. Әкемнің әкесі Шоқпар деген кісі де осы Жетісу өңіріне аты мәлім, шебер болған кісі. Бұның бәрі жаңағы қазақта айтады ғой, қанмен тараған деп. Сол қанмен келе жатқан өнер түрі. Енді сол өнерді біз қазір қолға алып, музейімізде, осыны музейдің жанындағы шеберханада осыны дамытып, қолға алып, болашақ ұрпаққа өзіміздің бар білетінімізді үйретіп, қалдырып, осы мәдениетімізді сақтап қалудың бірден бір көзі деп ойлаймын. Ата-бабалардың енді бәрі демей қояйын, бірақ көпшілігі, мен қазір 4-ші атамын, осы ұсталық өнерді ұстап келатқан. Тада осы ұсталық өнер. Кейінгі енді әкемнің кезінде 30-шы жылдары ұсталық, осындай өнерлер болмайтын болып кетті. Кеңес одағының кезінде бәрін халық жауына айналдырып, шеберлерді, көп шеберлерді, молдаларды деген сияқты. Содан әкем бұл балалық кезде осы ұсталық өнер ұстағанмен, кейіннен оны амал жоқ, қоя тұрды. Болмайтын болған. Бірақ енді атам ол кісіге айтқан, кейін әйтеуір бәрі жақсы болып кеткен кезде қайтып ұстайсыздар ғой деп. Бірақ енді ол заман болмай қалды. Содан болу керек, барлық генофонд жағына маған қарай келді. Әрбір шебер соған атсалысуымыз керек. Өнеріміз өшпеу керек. Ол біздің мәдениетіміз бір жағынан. Сырттан қайбір елден болсын бір шетелдік келгенде біздің тарихымызға үңілсе, тарихқа үңілген адам бәрібір мәдениетіне қарайды, ол жердің салт дәстүрін қарайды. Сол кезде мына біздің жаңағы немізді, дәрежемізді көтеретін бірден бір мына зергерлік өнер. Өте асқан шеберлікпен жасалған бұйымдарды көргенде шетелдік адамдардың, жаңа туристердің таң қалатыны, әлде таң қалып атқан көріп жүрміз. Именно возрождением многих утерянных техник, не только в ювелирном искусстве, вообще и в вышивке, и в дереве. Большой вклад сейчас в данный момент делает Союз ремесленников, который возглавляет Айжан Бекулова. Мынау қыз-келіншектерге арналған белдемше. Ертеде осы белдемшені апаларымыз, әпекелеріміз үнемі үстіне киіп жүретін. Бұның жаңағы белдемшеде баталуының себебі
әйел адамдар мына белінде өте жылылықты ұстау керек. Бірінші мынау белге жылулық береді, екіншісі сәндік. Осының мағынасы соның белдемше деп аталған. Осы белдемшені ең алғаш үлгісін, мына күнеден бері келе жатқан үлгісін осы Қазақстанның қазақ қолөнер шебершілерінің одағының төрайымы Айжан Бекқұлова ханым ой салып, осындай белдемше неге жасамасқа деп осының үлгісін тауып берді маған. Содан мен ол кісіге сол тапқан үлгісі бойынша осы қазіргі заманға сәйкестіріп осы белдемшені тігіп шықтым, кестесін. Мы со своей стороны делаем достаточно многое. Мы популяризируем этот атрибут, мы популяризируем те виды ремесел, которые находятся на грани вымирания, но, к сожалению, не могу сказать, что этого достаточно. Алам көшіп барады, белмен асып, белден асқан бұлттармен араласып ай. Ақ қағазға хат жаздым, қалам алып ата-анамның хабарын білгеннен. Осы кесте өнері өте ұмытылып бара жатқан қол өнердің бір түрі. Бұны жаңағы тігуі өте қиын, төзімділік, жаңа шыдамдылықты көп талап етеді. Оны сол қазіргі заманға сәйкестіріп, балаларға үйретіп, ары қарай ұмыт болмау үшін жалғап келеміз. Оқушы кезімде, жас кезімде Бибітай әжем, апа деп қоямын, сол кісі маған қолөнерді, қолыңнан іс келу керек деп, кілем тоқуды, киіз басуды, кестелеуді, құрақ құрауды үйреткен болатын. Әрине, оқып жүрген кезімізде, ол кезде жас балаша, балалық кез, 7-ші класстан бастап, мен осы 3 ай каникулда осы кілеммен айналысатынбыз. Кілем тоқып, әрқайсысын апам оны сататын, үйге іліп қоятын, подаркаға беретін, сөйтіп үйреніп кеттік. Негізінде қолөнерді апамның берген ілімін, осы білімін қазіргі уақытта дұрыс берген екен деймін. Негізі мәдени құндылықтарымызды сақтап қалу үшін, ұрпақтан ұрпаққа өнерімізді жалғастырып отыру үшін, әйел адамдардың, соның ішінде аналардың өзіндік рөлі ерекше. Негізі өнер, соның ішінде ұлттық өнер адамға, балаға гендік код арқылы ананың ақ сүтімен берілетіні анық. Сол бала бойындағы өнерді анасы бағыт бағдар бере отырып қалыптастырып шығару өте маңызды. Аналар әрбір отбасында осы қазақтың салт дәстүрін балдарымызға, ұл қыздарымызға үйретуіміз керек. Бүкіл бұл қазақ азамат-азаматшаларының міндеті деп ойлаймын. Себебі салт дәстүрімізді өшпеу керек. Салт дәстүрімен қазақ, біз сол үшін ғана қазақ боламыз. Өзінің тамырын терең білген, өзінің дәстүрін жақсы білген адам баласы, ол өзінің құндылығын біліп өседі. Сонда ол адам өмірдің де сәні мен мәнін толық түсіне біледі деп ойлаймын. Сондықтан мен бала кезімнен әрине анам мені үйретіп, бала кезімнен жұмысқа салатын. Біз онда ойлаған жоқпыз, бұл үлкен өнер екен деп. Қазіргі кезде, осы заманауи кезде, бұл шынында да үлкен өнер. Ұлтқа деген құндылығы зор.
біз нағыз ел болатын болсақ, дәстүрлі өнерімізді барлық уақытта жаңағыдай көтеріп қолдап отыруымыз керек. Ал қазір мен үлкен профессор ретінде, ұстаз ретінде айтар едім. Баланың шынында да жаңағы өзінің тамырын көп үйрету керек, тамырынан нәр ала білу керек, дәстүрлі өнерге бала кезінен алаңсыз шомылдыру керек. Сонда ғана ол нағыз қазақ болып өседі. Любое ремесло – это знак нашей идентичности. Значит, государство должно об этом думать. Государство должно поощрять и развивать ремесла. Каким образом это надо сделать? Я думаю, что это надо обязательно включать в программы наших колледжей, профессиональных колледжей. Надо, чтобы они давали первоначальные навыки, знания, по которыми люди могут действительно обеспечивать, учащиеся, когда они выпускники, могут обеспечивать, по крайней мере, немного свою жизнь и свою землю. А дальше они уже разовьют то, что было. Нету, наверное, ни одного населенного пункта, ни одного города, где бы не было мастера, который делает домбра. Недаром домбра является нашим национальным достоянием. Мынау аспабымыз енді арқаның дәстүрлі ән күйге арналған домбыра. Бұны бізде кішкене қазақ халқының көне дәстүрлі домбырасына қарай лайықтап жасадық. Бірақ бұнда енді көлемі кішкене үлкейтілген, мойны да ұзартылған, қазіргі адамдарға ойнауына ыңғайлы етіп жасалған. Шауып жасалған домбыра өте қарапайым, қатты жарқыратып әдемілемей, өзінің көне дәстүрлі түріне келтіріп жасауға тырыстық. Енді осы домбырамен мен сіздерге қазір бұрынғы дәстүрді сақтай отырып, ешкінің шегін таққым келіп отыр. Сосын сіздерге ойнап көрсетеміз. Бұл қолдан есіп жасалған ешкінің шегі. Ол қоңыр дауыс береді. Ондай дауысты, мысалға, мына леска жасандышектер бере алмайды. Мен реставрацияға көп қолдандым. Өткен бір көне домбыра алып келеді. 100 жыл бұрынғы, 150 жыл бұрынғы, мысалға. Соны мен жаңа қалпына келтіргенде, өзінің сол замандағыдай болу үшін домбыра. Шегі де сондай болу керек. Сонда ол ана жөндеуден өткен жаңа қалпына келтірген домбыра, ол домбыраға мынандай лескі тағып қойсаң, анау бір түрлі болып тұрады қазір. Сол кездің иісі, сол заманның өзінің демі болу үшін, көрінісі болу үшін соған шек дайындаймыз. Енді бұл біздің ұлттық дүниеміздің ішіндегі көзге көрінбейтін байлықтарымыз бар. Мысалы, ол жаңа күйлеріміз, Қорқыттың күйлері, тағысын сол сияқтылар, жырларымыз деген сияқты. Сол сияқты осы аспаптардың ішінде біздің осы қара домбыра мен біздің қара қоңыр қобызымыз, қоңыр домбыра мен қара қобызымыз, бұл біздің байлығымыз деп есептеймін. Оны ешкімнің, бұл мына қобыздың өзі, бұл скрипканың атасы деп айта аламыз. Ол мен оны үлкен сеніммен айта аламын. Енді осындай біз керемет дүниелерімізді кейінгі ұрпақтарға қалдыратын болсақ, кейінгі ұрпақтардың бойына сіңіретін болсақ, біздің өнеріміз өлмейді. Біздің ұлтымыздың осындай үлкен дәстүрлі өнері өлмейді деп ойлаймын.
Ол атадан балаға, жаңа ұстаздан шәкіртке өстіп қала беретін дүние. Мүмкін біздің жетпеген жетістіктеріміз бар шығар, мүмкін біздің істей алмай кеткен нәрселеріміз бар шығар. Оның барлығын осы кейінгі бұтақ, кейінгі біздің шәкірттеріміз, біздің ұрпақтарымыз осыны алып қалады деп түсініп ойлаймын. Сондықтан болашақта әлі де болса, осы қобыз қақсында болмасын, басқа да ұлттық дүниелеріміз болмасын, соның әлі де болмаса біз ашылмай жатқан сырлар әлі де ашылатын шығар деп ойлаймын. Бізде ағаш, тері, қыл. Осы үшеуінің өзі атам заманнан келе жатыр, мына өзгерген жоқ. 1000 жылдан аса тарихы бар дейді. Содан бері қалай жасалды, сол технологиямен, сол материалмен әлі жасап келеді. Енді біздің халқымыздағы аспаптың бір ерекшелігі де, құндылығы да енді осы деп ойлаймын. Ремесленничество – это основа основ вообще развития и изобразительного искусства, и скульптуры то же самое, и музыки. Бұл жетіген жайлы айта берсек, әңгімеміз көп енді бұл енді жетіген ертедегі жасалу технологиясы былайша айтқанда осы уақытқа дейін енді өзгерген жоқ деп айта аламыз. Неге десеңіз, жетіген жалпы кезінде бір ағаштан шауып жасалынған, және оны әркім, әр шебер өзінің жергілікті жеріндегі өсетін қарағай бола ма, талағашы ма, сол тапқан ағаштан соны ағашты кептіріп, шотпен шабу арқылы ішін ойып отырып, бетіне бір ағашты жұқалап жонып отырып, беткі тақайын жапқан. Нужно создавать музей декоративно-прикладного искусства. То, о чем мы уже говорим на протяжении многих лет. Нельзя говорить о том, что мы обладали и обладаем большим наследием, не показывая это наследие. У нас нету ни одного музея декоративно-прикладного искусства в стране. Это нонсенс. Мы не имеем ни одного музея, где бы мы могли наглядно проследить. Вот это западный Казахстан, это стилистика северного Казахстана, это южный Казахстан, чтобы люди понимали, в чем разница, в чем особенность. Все-таки нужно создавать мастерские, нужно создавать школы, нужно давать имидж, повышать имидж этих мастеров, чтобы они понимали, что ими гордятся. И чтобы у человека был стимул передавать следующему поколению свои наработки. Почему мы имена певцов
знаем, а для нас какой-то загадкой безликим является ремесло. Это наше достояние. Это люди, которые должны висеть на билбордах, чьи портреты надо размещать, чьи работы надо размещать на билбордах.